Сәлем достар, сіздермен Қазақша Америка. Бүгін біз Филадельфия қаласындағы ең үлкен гипермаркет Costco деген магазинге барған болатынбыз. Сол магазин жайлы қысқаша мәліметтер, алған продуктымыздың бағаларын айтып, барлықтарымен сіздермен бөлісетін боламын. Ең алдымен жеміс-жидектермен және көкөністерден бастайтын боламын. Біздің отбасымыз үлкен болғандықтан, біздің осы алған продуктымыз негізі 2 аптаға жетеді. Кішкене енді 2 аптадан да асуы мүмкін. Біз мынандай үлкен сәбіз аламыз. Көп, өйткені осы сәбіз, картошка, пияз деген нәрселер бізге 2 аптаға жету керек. Осы сәбіздің бағасы 4,49. Осы бір несі 4,49 доллары. Мынау картошка 5,49-дан әрқайсысы. Осындай 2 картошка 5,49-дан. Және де мынау пияз 4,99-дан. Тоже осындай 2 пияз алдық. Одан кейін мынандай үлкен арбуз. Арбуз бұл жақта енді қысы жазы бар. Бізде Қазақстанда тек қана жазда ғана пісетін болса, бұл жақта қысы жазы бар. Өйткені жылы жақтағы штаттардан арбуз үнемі келіп тұрады. Сондықтан любой қандай супермаркетке бармаңыздар, даже біздің жанымыздағы Казнеткос, тағы да неше түрлі супермаркеттер бар, соның өзінен сіз арбуз таба аласыз. Арбуздың бағасын қазір айтатын болсам 6,99 доллар. Осы бір үлкен арбуз. Және де мынандай қауын алдық. Енді қауынның дәмін әлі көрген жоқпыз биылдыққа. Бірақ біз арбуз жеп жүрміз. Арбуздары негізі дәмді шығып жүр. Қауынның бағасы 6,99. Тоже арбуздың бағасымен екеуі бірдей. Енді қазір сіздерге мынау нәрсені айтқым келіп тұр. Мынау 6 банан 1,99 доллар. 6 штугына 1,99 доллар. Одан кейін мынандай клубника. 2 түрлісін алдық. Мынау Giant деп жазылып тұр. Біреусі гигантский клубника, енді үлкен сортынан. Мынау екіншісі тоже басқа сорттан. Осындай 2 клубниканың бағасы 3,99-дан. Одан кейін мынандай үлкен мандарин. Енді мына жақта 2 килограмм шығады деп ойлап тұрмын. Осы мандариннің бағасы 6,99-дан тоже. Содан кейін барып мынандай цветной перчиктер алдық. Тоже тамаққа қосқанға өте дәмді. Кішкентай майда түрі. Бұның бағасы 3,99-дан. Одан кейін мына жақта мына 5,99-дан осындай помидор. Міне осындай несімен сатылады өзі. Коробкада 5,99 доллардан. Сосын қазір нені көрсетпедім. Міне. Мынандай огурцы. Негізі біз бұндай огурцы алмайтынбыз. Басқаша түрін алатынбыз огурцыдың. Басқаша кішкентай түрі, бұлай развесной түрін. Бірақ енді мынау органик деп тұр. Бұның да дәмін көретін боламыз. Бұл огурцыдың бағасы сіздерге қазір. Огурцыдың бағасы 6,99 тоже. Содан кейін барып тамаққа қосатын мынандай брюссельская капуста дейді. Органик. Негізі Costco магазинінде барлық өнімдері органик. Органик дегеніміз, яғни табиғи жолмен өндірілген, табиғи жолмен өсірілген, ешқандай химикаты нелері жоқ, жаман нәрселері жоқ. Сондықтан осындай органик деген нәрсеге қарап, бағасы қымбат болса да біз ала береміз. Бірақ енді бағасы қол жетімді. Ояқ өйткені оптовый гипермаркет, ол жаққа көп адам бара бермейді. Ояққа бару үшін сіздерде специальный карточкаларыңыз болу керек. Карточка негізі 1 жылға ашасыз. Негізі жылдық өзінің бағасы 60 доллар. 60 долларға карточканы бір рет ашсаңыз, жылда сізден 60 доллар алып тұрады. Бірақ ол 60 долларды неге алып тұрады? Өйткені осындай продуктысы органик, денсаулыққа пайдалы, ешқандай химикаты жоқ, және де бағасы өте төмен бағада, басқа супермаркеттермен салыстырғанда. Енді осындай брюссельская капустаны айтатын болсам бағасын, бұның бағасы 5,99. Осы капуста 5,99 тұрады. Мынандай не алдық? Mushrooms дейді, грибы, саңырау құлақтар. Бұл саңырау құлақтардың бағасы 3,69 доллар. Сосын мынандай өте дәмді
жүзім алдық. Жүзім негізі неше түрлісі бар. Жасылы да бар, қызылы да бар. Бірақ енді бізге осы түрі ұнайды. Осы түрін жеп көргенбіз. Еті де $99. Содан кейін өткенде мынандай нені жасап көрдік, жүгеріні қайнатып үйде жеп көрдік. Дәмі ұнады, тез піседі. Тоже органик. И жеген кезде енді андай бөндуел жүгерілер болады ғой, тәтті. Тура сондай жүгеріден дәмі айнымайды. $4.99. Содан кейін мынау 24 штук жұмыртқаны бір осындай лотогы. Осындай 2 жұмыртқа, бір лотогында 24 штук. Осындай екеуін алдық. Каждый $4.99. Осындай үлкен тауықтың еті, тауықтың аяқтары $8.79. Осының өзі бізге бір айға жетеді. Өйткені біз қосымша тағы да өзбек ағайындардан ет аламыз, фарш аламыз. Бізге осы тауық бір айға жетеді. $8.79. Және де балаларға мынандай таңғы асқа хлопья алдық. Бұның бағасы $7.89. Ары қарай бұл жақта сүттерінің барлығы осындай үлкен мынандай контейнерде болады. Бұл сүттерді уже қайнатудың қажеті жоқ. Дайын, негізі қазір уже тұтына беруге болады. Осындай сүттің бағасы $4.34. Мына жақта 2 хлопья. Және де мынандай үлкен торт $17.99. Мына осындай үлкен торт алдық. Енді дәмін көретін боламыз. Негізі бірінші рет алып тұрмыз. Содан кейін барып мынандай дайын круассандар. Енді бұның дәмі өте дәмді, өйткені маслины дейді. Ішіне любой бутерброд жасасаңыз да болады, не болмаса нутелламен тәтті қылып жесеңіз де болады. Бұның бағасы, біреусінің бағасы $5.99. Міне біз мынандай 2 упаковкасын алдық. Ары қарай мынандай үлкен органик құрма. Бұның бағасы $7.69. Осындай үлкен органик құрма. Негізі дәмдері өте күшті. Содан кейін мына үлкен мынандай Activia йогурт. Ішінде 24 штук. Қазір бағасы $10.39. Енді бұл магазинде барлығы оптым болғандықтан штучно сатылмайды. Сіз штуктап, 1 штук, 2 штуктан ала алмайсыз. Тек қана осындай үлкен коробкада ғана аласыз. Және де міне, мынау кетчуптың да, например, бірақ кетчуп қана ала алмайсыз. Осындай 3 кетчупты бірден аласыз. Және де бірден алғандықтан сіз бағасын да үнемдейсіз. Бұл кетчуптың бағасы $12.99. Содан кейін тағы да бұл жақта мынандай дайын блинчиктар бар. Ішінде шоколады қосылған. Мынаның ішінде 20 штук блинчик бар. Бұның бағасы $7.99. Майонезді, жақсы майонезді табу енді өте қиын Америкада. Негізі майонездердің барлығы жақсы, барлығы күшті. Просто біз ондай майонезге негізі үйренбегенбіз дәміне. Бірақтан енді осы майонез Hellmann's деген өзіміздің қазақстанский майонездің дәміне құсайды. Және де бұның бағасы $9.89. Екеуінің бағасы $9.89. Содан кейін ары қарай Нутелла тоже бір-бірден сатылмайды. Осында екеуін алсаңыз $13.89. Бұл да үлкен енді. Тоже бізге бір айға жетеді. Қара бұрыш табу бұяқта өте проблема негізі. Қара бұрыштар анандай қара бұрыш болып сатылады. Домалақ черный горошек. Енді біз мынандай молотый қара бұрышты осы жерден таптық. Бұның бағасы $3.99. Дальше мынандай үлкен сметана. Тоже бұл бағасына сай, арзан. Өйткені осындай үлкен количествода сатылатындықтан қазір бұның бағасын айтатын боламын. Осындай үлкен сметана $4.89. Және де мынандай торт жасайтын крем чизға Филадельфия деген крем чиз алдым. Бұның бағасы $10.39. Мынандай дайын салаттар сатылады. Мынау Цезарь салаты. Ішінде соусы бар, лимоны бар, сыры бар, чертый сыры бар, сухариктері бар. Міне осындай дайын
Цезарь салатының бағасы $8.49. Тағы да мынандай ыстықтай тауық гриль осындай ыстық күйінде сатылады. Бұл тауық грильді алу үшін сіз специально со жақтан очередьпен сатады. Очередьпен барлығын пісіріп осындай ыдысқа салып, сразу астынан шығарып қояды. Бұған кәдімгідей очередьке тұру керек. Бұның біреуінің бағасы $4.99. Міне біз осындайдан екеу алдық. Ары қарай мынандай балалар ішетін йогурт алдық. Ішінде тоже 12 штук. $8.89. Және де тура сол Costco магазинінің ішінде пекарнялары бар, өзінің пісіретін. Сол пекарняда осындай батат нандар сатылады. Ішінде 12 штук, $5.99. Мынандай макарон алдық. Ішінде 7 түрлі макарон бар, 7 пачкасы әртүрлі түрінен. Бұның бағасы $9.49. Одан кейін барып, мынандай тоже органик құмшекер алдық. Негізі бұяқтың құмшекерлері басқа упаковкада сатылады, мынандай қағаз упаковкада. Бірақ оның іші сахарная пудраға ұқсайды, және де тәтті болмайды. Енді мынау құмшекер кәдімгі өзіміздің қазақстанский құмшекерге ұқсайды. $8.99. Және де біз мынандай үлкен ұн алдық. Біздің өлшеммен 25 килограмм ұн. Бұл жерде ұнның бағасы $17.99. Қазақ болғаннан кейін ұнды көбірек алдық, өйткені кішкентай 2 килограммдық ұн бізге дымға да жетпейді. Costcoның ішінде бүкіл продуктының барлығын алып біткеннен кейін, кассадан өткеннен кейін сыртына қарай осындай хот-догтар сатылады. Негізі дайын тамақтар көп сатылады. Хот-дог бар, пицца бар, мороженое бар деген сияқты. Міне осындай үлкен хот-дог $1.50 тұрады. Өзіңіз компьютерден заказ бересіз, қанша хот-дог аласыз, 5 ма, 6 ма, 12 ма. Осы әр хот-догқа сізге мынандай стакан береді. Ар жаққа барып, стаканға өзіңіздің қалаған вкусыңыздағы напиткаңызды құйып аласыз. Трубочкасын сол жанынан аласыз. Ішіне мұзымен салсаңыз, мұзымен, мұзсыз салсаңыз өзіңіз білесіз. Осындай хот-дог, және де мына жақта енді біз үйге деп алғаннан кейін кетчупты осылай құйып алдық. Негізі кетчупты сояқтан кетчуп бар, горчица бар, тағы да жасыл соусы бар. Соның барлығын осы хот-догқа құйып, сояқтан негізі жеп алған болатынбыз. Осы бір хот-дог қасындағы напиткасымен, кетчуп салмаларымен $1.50, $1.50. Одан кейін барып, біз мынандай үлкен су алдық. Бұл судың ішінде 40 штук, бір су $3.99. Осындай судан біз 5 штугын алдық. Бұл су бізге бір айға жетеді. Бұяқтың суы негізі краннан да іше берсе болады, бірақ дәмі бір түрлі болғандықтан, әлі үйренбегендіктен біз осындай суды алып ішеміз. Бүгінгі алған продуктыларымыздың барлығы осы. Осы продуктылардың барлығы бізге 2 аптаға, ары кеткені енді 3 аптаға жетеді. Осы көрсетілген продуктының барлығының бағасы $313.79 шықты. Мана $313.79. Негізі бізден яқтан $384 алған, бірақ бізде мына жақта мына $60 карточкаға деп, осы карточканың бағасын қосып тұр. Бірақ біз $60 уже өзіміз былай төлеп қойғандықтан бізге оны қайтарып берді. Сонымен $313 болды. Мына. Астына комментарияға жаза кетіңіздер. Тағы да қандай сұрақтарыңыз болса, барлық сұрақтарыңызға жауап беріп, алдағы қандай сұраққа видео түсіргенімізді қалайсыздар, оны да жаза кетіңіздер. Сол бойынша видео түсіріп, барлығын толықтай түсіндіретін боламыз. Жақсы, сау болыңыздар.